Елордалық су арнасын Айдропресс технологиясы қызықтырады. Су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне Астана су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын өкілдері келді. Елордалық сумен жабдықтау және су бұру операторларының технологтары Шымкент әріптестерін жүргізген тәжірибелік өнеркәсіптік сынақтары нәтижелерімен танысты. Биотехнологияның көмегімен Шымкент кәріз тазарту құрылыстарының кешенінде ағынды суларды тұнбамен жағымсыз иістің айтарлықтай төмендеуіне қол жеткізді. Елордалық су арнасы үшін бұл таныс мәселелер. Мақаланы оқыған кезде біз көп нәрсеге таң қалдық, өйткені жаңағы қалдықтар тазарту процесінде түзілетін, оны одан әрі бізде енді күрделі процесс, одан әрі қарай утилизация жасау немесе көму керек, ол өте үлкен көлемде. Бұл айдропроцесс жаңағы биопрепарат сол қалдықтардың көлемінің 50-80%-ға дейін азаюына септігін тигізеді екен, және де сонымен қатар жаңағы жағымсыз иістердің азаюына да көмектеседі екен. Сондықтан бұл өте қызықты әрі инновациялық технология болғандықтан өз көзімізбен көрейік дедік. Астанадан келген мамандар Айдропресс технологиясын қолданудың барлық кезеңдермен танысты. Қымбат болғанына қарамастан, ағынды суларды тазарту процесінде пайдалы бактериялар мен микробтарды қолдану айтарлықтай пайда әкеледі. Экологиялық фонды жақсартудан басқа, оператор бірқатар өндірістік процестерге шығындарды азайту арқылы айтарлықтай шығындарды үнемдей алады. Мамандармен осы жердегі сөйлестік, технологияның қолдану процесін көрдік, тазарту процесіндегі режимдердің өзгерісі, біраз нәрсе өзгеріске ұшырайды екен. Соның барлығын көрдік, біраз мағлұмат алдық, өз көзімізбен көрдік. Енді осыны біз есеп дайындап, өзіміздің басшыларымызға есеп береміз. Жалпы су арнасының біраз көрдіңіз, таныстыңыз, алған әсеріңіз туралы айтыңызшы. Өте жақсы мекеме, барлық операциялық жұмыстар жоғары деңгейде автоматтандырылған, тазарту құрылыстары үлкейіп, қосымша жаңа кезектер салынып жатыр. Ол да өте жақсы, өйткені қалада үздіксіз өсуде ғой, мегаполис болғандықтан. Жаңағы мамандардың да біліктілігі жақсы. Астананың тазарту құрылыстары кешені тәулігіне 256 мың текше метр ағынды суларды өндіруге есептелген. Кешенің бірінші кезегі кеңес заманында іске қосылды. 2017 жылы заманауи екінші кезең іске қосылды. Жақын арада астаналық шайынды суды қабылдау кешенінде кеңейту және қайта жаңғырту күтілуде.